На моем канале Алена Ким. Сегодня третья передача «В гостях в Шымкенте». Сегодня мы узнаем главного героя всех двух передач, председатель общественного объединения «Интума» города Шымкент Толепова Гаухара Уалихан Казы. Давайте узнаем больше о ней. Узнаем, как начался вообще ее путь. Рахмет. Енді менің кәсіби өмір жолым біздер өз басым 1979 жылы Шымкент педагогикалық мәдениет институтын бітіріп, жолдамамен Кентау қаласына кеттім. Ол кезде 3-ші курстан кейін тұрмысқа шыққан тұғым. Уже бір бөпем болды. Сол бөпемен жолдасым Кентауда жұмыс жасап жатқан, ол да жолдамамен кеткен. Сөйтіп Кентауға жолдамамен барып, Ачполиметалл комендантының Горняк деген мәдениет сарайында методист болып жұмысқа тұрдым, жұмыс істедім. Сол жұмыс істеп жүрген кезде Кентау қаласында Кентау қалалық металлургиялық техникум болатын. Тау-кен металлургиялық техникум, соған жұмысқа шақырды. Сол жерде этика-эстетика пәнімен жаңағы осы қоғамдық жұмыс негізінде жаңағы өнерпаздарды басқарып сонда жұмыс жасадым. 1980 жылдан 1992 жылға дейін 12 жыл сол Кентау тау-кен металлургиялық техникумда жұмыс жасадым. 1992 жылы жаңағы жаппай қазақ тіліне өту деген мәселе болды ғой. Сол кезде екі тілді меңгерген адамдарды біздерде Кентау қалалық әкімшілігіне бізде техникумда жұмыс істеп жүрген 5 маманды жұмысқа шақырды. Сөйтіп 92 жылы жалпы бөлімге бас маман болып кірдім. Кентау қалалық әкіміне, ол кезде Лян болатын, жаңағы қаланың әкімі. Сол жерде 92 жылдан 2004 жылға дейін Кентау қалалық әкімшілігінде жұмыс істедім. Жалпы бөлімде істедім, сосын жаңа ақпарат және мәдениет бөлімін басқардым. 2004 жылы мәдениет басқармасына Шымкент қаласына ауысып келдім переводым. Шымкент қаласында осы мәдениет басқармасында жұмыс жасап жүргенде уже ассамблеямен байланыс басталды. Мәдениет басқармасы болған осы ынтымақ этно-мәдени бірлестік басқарып жүрген Лиза Кадыровна Байынкулова маған бір-екі рет өтініш жасап, сценарий жазып берші, режиссерлық жұмысқа көмектесші деп біраз көмек сұрады. Сол көмекпен көмектесіп жүрдім, осы концерттік бағдарламаларын ұйымдастыруға, бағдарламасын жасауға. Сөйтіп жұмыс жасап жүргенде 2008 жылы мені осы мүшелікке қабылдады. 2011 жылы өзіне орынбасар етіп бекітіп, сол жалпы жиналыста бекіткен болатын. 2012 жылы ол кісі қатты ауырды. Ол жоқ кезде 2011, 2012, 2013 жылы сол кісінің орынбасары ретінде жұмысты алып жүрдім. 2013 жыл ол кісі дүниеден өткеннен кейін, ол кісі август айында дүниеден өтті. Сентябрь, октябрь айында мені жаңағы әкім аппаратымен жаңа жиналыс өткізіп, осы ынтымақ мәдени орталығын басқаруға бекітті. Сол 2013 жылдан бері осы мәдени орталықты басқарып келем. Енді осы мен жұмыс жасап жатқан кезде әжелер тобы өзінің жұмысын атқарып келеді. Онымен қатар насихат тобы бар. Бізде ғалымдар, түрлі кәсіп саласында, экономика саласында, білім саласында істеп жүрген мүшелеріміз бар. Олармен жаңағы мемлекеттің реформаларын, мемлекеттің тапсырмаларын орындауға олар сол кісілермен жұмыс жасаймыз. Мәдени бағдарламаларға осындай жаңағы шығармашылық топтарымыз бар. Осы кісілермен жұмыс жасаймыз. Жаңа бізде қолөнер шеберлері де бар, жаңағы айтып отырмыз ғой, осындай ұлттық киім тоқитын, ұлттық кимешек киетін, жаңағы кілем, алаша, көрпе, құрақ жасайтындардың бәрі осындай топтарымыз да бар. Енді мен жұмыс жасап келеткен жылдары біздердің аналарымыз республикалық байқауларға, халықаралық байқауларға қатысты.
Алматыда өткен, Астана қаласында өткен қымыз мұрындық фестиваліне 2 рет барып келді бұл кісілер. Сонымен қатар мына Нағима апайымыз және сіздер де экспоға қатысып өздерінің бұл кісілер жаңағы өнімдерін көрсетті. Құртпен айналысады да бұл кісі. Ал бұл кісілер жаңағы экономикалық форумда, әйелдер форумында өздерінің өнерін көрсетіп, біздің ұлттық дәстүрлерімізді көрсетті. Сонымен қатар жаңағы қалада барлық өткен үлкен мерекелерге жаңа салт дәстүр болсын, концерттік бағдарлама болсын, барлық уақытта қатысып келеді. Енді біздің ынтымақтың бренді болған деп айтсам да болады. Біздің шаңырақ шаттығы фестиваліміз отбасылық байлығына, отбасылық құндылықтарын алған фестиваль бірнеше жылдан бері өтіп келеді. Сосын біздің ұлттық киім ұрпаққа мұра деген фестиваліміз бар. Ол біздің ынтымақтың бренді. Жаңағы сол жаңа ұлттық киімдерімізді, сонымен қатар қолөнер шеберлеріміздің заттарын көрме ұйымдастырып, сол жерде таныстырып, жас дизайнерлардың жұмыстарымен қала тұрғындарын таныстырып, жаңағы өнерлерін, ол жерде әшекей заттар да бар, аксессуар да бар, жаңағы ұлттық киімдер де бар, бас киімдер де бар. Сол жаңағы мына жиһаз, үйге арналған кілем, көрпе, төсек дегеннің бәрі, жамылғы, осылардың бәрі сол көрмеде ұлттық киім ұрпаққа мұра фестивалінде көрсетіліп жүр. Сонымен қатар бізде жаңағы үрдіске айналған традиция деп айтсақ та болады. Аналар дастарханы. Біз аналар болып, жылында бір рет жаңа 6506 әскери бөлімшеге барып, жаңадан өз қызметін атқару, борышын атқаруға келген балдарымызға осындай ұлттық тағамдарымызды барып, шайымызды беріп, олардың көңілдерін көтеріп, әнімізді айтып, олардың жағдайын сұрап, осындай бір жақсы қарым-қатынаста болып келеміз. Былтырғы жылы көрісу күнде барып, жаңағы жастармен көрісіп, жақсы әңгімемізді айтып, әнімізді айтып, осылай батамызды беріп қайттық осы аналардың көмегімен. Енді бұл қоғамдық жұмысқа мен осылай келдім. Енді мәдениет саласында істелгесін, біздің жұмысымыздың бәрі, мен ойлаймын, жаңа қоғамдық жұмыс, соған мен бұл жерде жаңағы айлық жоқ, грант жоқ, бірақ қоғамдық жұмыс, соны беріліп тұрып, бөліп тұрып жасаймыз ғой. Енді соны Құралай менің орынбасарым, осындағы бірінші көмекшім, жаңағы барлығын ұйымдастырушы, менің қолым жетпей жатқан жердің бәрін осы Құралай ұйымдастырып отырады. Сондықтан екеуміз бір-бірімізге айтамыз, енді жұрт сұрайды да, сендерге айлық төлей ма дейді. Айлық төлемейді десек, сен ақымақсың ба дейді да. Енді ол түсінбейтін адамдар да. Мен айтам, енді осынша өмірде жинаған тәжірибеміз бар, ойымыз бар, білгеніміз бар. Мына аналардың басын біріктіріп, осы тәжірибемізді бөліссек дейміз. Ана кейінгі ұрпақ білсе дейміз. Сөйтіп бір-бірімізге күліп қоямыз, ақымақ болсақ ақымақ болайық дейді. Зато деп енді қоспай қойын. Көпшіліктің алдында жүрміз. Көпшіліктің алдындағы қалада 1,5 миллион адам болса, 1,5 миллионның адамның бәрі сахнада жүрген жоқ қой, осындай эфирде жүрген жоқ. Мына сіздердің арқаңызда, осы кісілердің арқасында көпшіліктің алдында жүрміз. Ол жаңа көпшіліктің алғысы, рахметі біздерге, сол жаңағы айлық берген батасы, бізге деген жүрекке сенім, жүрекке жайлылық, шынын айтқан кезде бізде жаңағы қазақта айтады ғой, қарғыс алма бата ал дейді. Бір адамға жылы сөйлесем, ой рахмет айналайын дейді. Мына бата көйіміз алдымызда отыр. Айтқан сайын батасына әумин, әумин деп жүреміз де. Енді керемет бата көй кісі, бұл кісі шешен. Негізі біздер, бұл кісілер жаңағы бір тобымыз неге барып келген, Қырғызстанда өткен ұры керуен деген қырғыздардың үлкен фестиваліне барып бір медаль алып келген кісілеріміз бар. Осы достық көпірін жалғастырып жүрген. Биылғы жылы тағы да осы дайындалып жатырмыз. Биылғы жылы кәсіби маманды ортамызға алып, кәсіби түрде 2-3 дауыста 1-2 өлеңді неге Қырғызстанға апарамыз деп дайындалып жатырмыз. Сосын біздерге берген тапсырмасы өзіміздің ұмтылып баратқан салт дәстүрімізді көрсету. Айта кетейін дегенім, осы Роза Әлімбековна қатысуы бар. Бізде көркем әжелер болды. Солардың қатысуымен 15-тен астам ұмытылған салт дәстүрлер бізде видеоға түсіріліп, жаңа алтын қорға
біздің телевидениенің алтын қорына берілді. Оны жаңа республика бойынша аналар кеңесінде, республикалық аналар форумында таратылды. Сондықтан біздің жетістіктеріміз бар. Енді әрқайсы бұл кісінің бір шежіре, әрқайсы туралы қаншама бір кітап, бір кино, бір фильм түсіруге болады. Сондықтан сізге үлкен рахмет. Бүгін бізге көңіл бөліп, біздің әңгімемізді, әнімізді әрқайсымызды тыңдағаныңызға сіздерге үлкен рахмет. Әрқашан еңбектеріңіз жемісті болсын. В общем, мы узнали начало нашего председателя. Она у нас с города Кентау. Она педагог. И я вот каждый из них, да, когда она говорит, что вот все вот в этом Шанараке, она бы одна не смогла бы. Это все, кто ей помогал. Вот каждый, кто-то у нас в форуме участвовал экономическом, кто-то в Экспо. Здесь даже, как вы говорите, культурно-республиканская. Конкурсы, да. Но знаете, самое главное, мне бы хотелось бы вот у вас спросить, какого вы могли бы наставления молодым людям сказать? Какие передовые отпады и достижения могли бы передать молодому поколению? Молодому поколению больше общаться, больше уделять внимание семье, родителям, окружающей среде, допустим, дедушке, бабушке, соседям, родным, родственникам. Сейчас наши дети, вот как-то они закрылись, компьютер, школа, допустим, институт, университет, работа и так далее. И как-то у них не находят время для такого общения за дастарханом, в семейном кругу или в больших мероприятиях. Когда их зовешь, они говорят: ой, я занят, нет. И мы убеждаем, что это опыт для них, выступать перед людьми, умение выступать перед людьми, высказывать свои взгляды, да, и рассказывать о своей семье, о своей жизни. Это же тоже приходит с опытом, не сразу. Көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешем боласың дейді. Это надо видеть, общаться. Поэтому, я думаю, нужно нашим детям общаться, больше общаться с родителями, с родными, родственниками, принимать активное участие в общественной жизни. И вот они отказываются тем, что они заняты, но тем не менее есть молодежь, которая находит время для общественной жизни. И вот есть жилка, вот, которые любят быть на виду, любят показать свое искусство, может быть, пение, там, чем они владеют, может быть, красноречием, может быть, делиться своим знанием. Это нужно больше делиться действительно, чем ты имеешь, что ты имеешь, знания, искусство, и, хорошие, добрые слова. Даже чувство благодарности – это большое человеческое богатство, быть благодарным этому дню, этому общению, допустим, этому человеку, который встретился в твоем жизненном пути. Это очень человеческие качества, да, чувство благодарности. Я думаю, нужно быть, а то сейчас пошла такая мода, такая детская травма, там что ли, там внушили им, что они получили детскую травму. Каких травм у нас не было в детстве, да. Учителя мелом кидали и линейкой били там. Девчонок, конечно, нет, но пацанов это было. Но это какая может быть наши родители доверяли нас нашим педагогам, считали, что они святые люди, надо у них учиться уму-разуму. И никогда мы не жаловались родителям, что учитель сказал: эй, ты там, или такой-то сякой. Никогда такого у нас не было. И никогда у нас родители не вступали между учителем и детьми. Всегда учитель был прав. Я думаю, что это нужно возродить, что ценность, что значение учителя – это учитель учит всех нас, допустим. Мы же все вышли из-под полы учителя. И здоровье, конечно, от врачей. Это такие люди, которых нужно ценить. Да, и уделять каким-то благами, чтобы в обществе они имели свое место, пьедестал.
Ну, я так думаю. В общем, Коп Рахмет, очень большое спасибо, Дастархан, вам тоже большое. Я думаю, что вы действительно несете величайшее наследие Казахстана и вообще всего миру. Это действительно пример для многих других стран. Пусть наша страна Казахстан всегда процветает и будет примерно для многих. Для этого и передача создана, чтобы мы узнавали, как мы живем в Казахстане. Все мы живем в мире, любви и в дружбе. Спасибо всем, кто смотрел эту передачу. А впереди много историй. Жана Жил, великий шелковый путь по Казахстану продолжается. Всем удачи, всем мира, добра. Алга, Казахстан.